Sen TikTok'a шығып, Instagram'a шығып, Facebook'a шығып, өздерінің денелерін жарнамалап жүрген қыздар, біліңіздер, сіздер зина, көз зинасына себеп болып жатсыздар. Өз не дейді? Орамал тағып алған не бір қыздар жүрді мына TikTok'тағы желідегі. Орамал тағып алған. Бірақ не істейді? Арса бит-бит тұрады да, жүріп келеді да, бөксесін көрсетеді. Сен уже талай еркектерді көз зинасына апарып қойдың ғой сен. Сен солардың бәрін күнәсін аласың сен кәдімгі. Біреудің зина істеуіне себеп болған адам болып күнә аласың. Әйел адамдар желіге бөксеңді шығарып, түріңді, сұлулығыңды көрсетіп шыға алмайсың. Киінген жалаңаштар деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, осы міне киініп алған, бірақ бүкіл сұлбасы көрініп тұрған әйелдер, бұлар киінген жалаңаштар бұлар. Енді қараңызшы, кім айтты сізге күйеуді TikTok'тан табасың, Facebook'тан табасың, Instagram'дан табасың. Сен бір зат емессің ғой, түріңді шығарып, жарнамалап, міне мен бармын дейтін. Сен егер тақуа болатын болсаң бар ғой, сені тақуа адам өзі ақ тауып алады. Бізде жігіттер жүр ғой, іздейді кәдімгі. Пәленшенің қызы бар, үйінен шықпайды, тақуа екен, барып сұрастырайық деген сияқты ше. Ал сенен TikTok'та өзіңді мен күйеуге шығуым керек деп жарнамалап жүрсің ба түріңді? Онда сол TikTok көретін өзіңе лайық біреу табады да сол. Өмір бойы TikTok'тан шығып, Құран оқымай тек TikTok'та отыратын біреу табады да сені.